Баршаңызға сәлем, құрметлерім, сіздермен Динара. Бүгін сіздерге окрошка рецептін ұсынамын. Бұл рецепт бойынша окрошка өте дәмді болып шығады. Окрошка дайындауға арналған көптеген рецепттер бар. Бұл мен қолданатын рецептің бірі. Окрошка дайындауға келесі ингредиенттер қажет болады: шалғам, қияр, пияз, аскөк, ақжелкен, шұжық, пісірілген жұмыртқа және картоп. Барлық ингредиенттерді 4 бұрышты турап, әр қайсысын бөлек ыдысқа саламын. Неге десеңіз, 2 адамға жететіндей дайындап, қалғанын бұзылмайтындай тоңазытқышқа салып қоямын. Кейін тағы окрошка дайындауға жаратамын. Негізі окрошкаға жасыл пияз қолданады, бірақ ол болмағаннан кейін осындай пияз қолдандым. Ашты дәмін жою үшін алдын ала суық суға 10-15 минутқа салып қойдым. Барлық ингредиенттерді турап болғаннан кейін терең ыдысқа салып, бетіне майонез, қаймақ салып, айран және газдалған сусын құйып, бәрін жақсылап араластырамын. Дәміне қарай тұз қостым. Окрошка жылдам салқын болу үшін мұз қосамын. Сол кезде қысқа уақытта салқын болып шығады. Өте дәмді, ыстық жаз мезгілінде сергітетін окрошка дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздерге ұсынған рецепт және видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып тіркелуді ұмытпаңыздар.